қысқа нұсқа жылдам айтып өтейік. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Ардақ. Мен қысқаша айтып шығайын. 9 класстан бастап очки киетім, очкиімді тастадым. Третья стадия остеоартроз. Менің тізем былай болып қалған, міне, қатып жатқан. Міне қазір тізем осы 7 күнде результат очень сильный. Қазір таяқсыз жүгіріп жүрмін. Одан кейін менде сильный потоотделение болған. Өте қатты потоотделение. Осындай кезде жүргенде ана КТПФ-ме беріп қойын деп тұрды. Олы ғой. Соның кейін бар ғой, сол мен қазір осы кезде моншадан шыққандай болып тұрады. Міне мына кісілер врач қой, бәрі білетін, иә. Сол 7 күнде кетті. Рахмет. Так, бір минут маған беріңізші. Сізде қандай өнім қолдандыңыз? Қандай соны? Жүре алмай? Иә, мен мүлде жүре алмай келгем. Ол рас, таяқ ұстап келдім. Ұстап келіп шешінген кезде мен мынаның бәрі су болып тұратын. Терлеп. Мен, значит, питанияны іштім, жиросжиганияны іштім. Еще мына шалбардарым қазір міне салақтап жатыр. Мына жақсы, мына висцеральный жир кетіп қалды мына жердегі. Міне жоқ. Тоже 7 күнде. Енді менде коленім остеоартроз, мен бәрін ішіп отырады, міне ауырғанын ғана басқан. Бірақ та аяғым былай болды да, соның кейін міне мен өстіп. Мына кісілердің бәрі көрген, таяқ болатын менде. Таяғым тастап, 7 күнде мен таяқсыз осылай келдім. Бетім жақсы болды, мына жерім кетті, в общем, мына объем тоже жақсы кетті. Бәрекелді, тамаша. Рахмет,